Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайталау. Өткен тақырыптардан алған білімдерін пысықтау. Сегодня у нас закрепление пройденных тем. Сонымен апталық жоспарыңды құр. Запланируй свой план на неделю. Жарайсыңдар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте свой ответ. Келесі тапсырмада апта күндерін басқаша түсіндіре аласыңдар. Следующее задание. Объясните дни недели по-другому. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Тапсырма. Белгілі бір заттың жасалу жолын түсіндір. Объясните порядок действий выполнения задания. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырмада үлгіге қарап берілген сөйлемдердің мағынасын ажыратып жаз. По образцу определите значение предложения, то есть действие в будущем и прошлом. Тамаша, балалар. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя. Осы тапсырмада сөйлемге сәйкес суретті тап. Соотнесите данное предложение с картинками. Келесі тапсырмада жақшаны ашып, сөзге ғалы келі, қалы келі қосымшаларын дұрыс жалғап жаз. То есть здесь, раскрывая скобки, к словам надо добавить суффиксы ғалы келі, қалы келі. То есть вспомним прошедшие правила. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Жақшаны ашып, ар, ер, ыр қосымшаларын дұрыс жалғап жаз. Такое же задание. Раскрывая скобки, добавьте суффиксы ар, ер, ыр. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Балалар, үйде өткен тақырыптарды тағы бір қайталап жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.